Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бұл хадиске бір салават. Дағы бір жолы. Урматты мұсылман бір туған. Абдулла ибн Амр ибн Ас деген сахабаның баласы Абдулла деген. Пайғамбардың замандашы бұл сахаба айтады. Аллах Таала атасы да өзі де мұсылман болған, екеуінен де Аллах разы болсын. Қала Абдулла айтады: "Раайту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам ятуфу бил Каба." Пайғамбарды Кабаны айланып жатқанын көрдім дейді. Қайта айланып жатыптыр? Біздің қыбылабыз болған Кабаны пайғамбар айланып жатты дейді. Ва яқул, кейін пайғамбар Кабаны айланып жатып ушундай деді дейді. Қандай деді? Оқуымыз келеби? Пайғамбарға бір салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Ма атьябаки ва атьяба рихука. Қандай жипардусың, жытың да қандай жипарду ей Каба деді. Пайғамбар кімге айтып жатады? О Каба, қандай жипар жыттусың, жытың да жипарду. Ма азамаки ва азама хурматаки. Қандай ұлу қадір бартусың, сенің сый-урматың қандай қадір барту. Жер жүзді Кабадан бартуырақ қадырду несі бар бұл? Миллиондаған, миллиардтаған мұсылман Кабаны қарап намаз оқиды. Пайғамбар айтып жатады: қандай жипар жыттусың, жытың жипарду. Қандай ұлусың, қадір барқың қандай ұлу. Кейін мындай деді: "Валлази нафси Мухаммадин бияди." Мұхаммадтың жаны қолында болған Аллаға қасам ичем, ант ичем. Ла хурмату муъмин, бірақ бір имандудың сый-урматы қадір барқы аъзам индаллах хурматан минк. Каба сенен сыйыңнан жоғарырақ тұрады деді. Ей Каба, қандай қадір бартусың, қандай ұлусың. Бірақ Мұхаммадтың жаны қолында болған Аллаға қасам ичем, бір имандудың қадір барқы сенден ұлуырақ тұрады Аллахның қасында деді. Bir мұсылманды өлтіру Кабаны бұзғандай сөз екен. Кабаны талқалаған менен тең күнә екен. Малуху, ал мұсылмандың малы, вадамуху, қаны, ва назунна бихи илля хайран, керек болса ал мұсылман жөнінде еш жаман күмән қылбағыла дейді. Егер бір момындың қадір барқы ошондай Кабадай ұлы болса, Кабадан жоғары тұрған болса, өзіңчеле шектене бербе да. Башқа адам жөнінде жаман күмән қылба. Біліп білбестен.